Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге теориялық және практикалық сабақ, яғни бензин насосты шешпей, бакты шешпей қалай тексерудің әдісін көрсетемін. Ол жерде бізге яғни не керек? Тоқтың мәнін өлшеу керек, және де бензин насостың айналу жылдамдығын есептеу керек. Ол үшін бізге осциллограф және токовый клеще керек болды. Тоқтың мәнін өлшеу үшін сол екі құралдың көмегімен біз тоқтың уақытқа қатынасы графигін аламыз. Сол графикте біз бензин насостың жұмыс істеу қалыпты жағдайға түскен кездегі айналу жылдамдығын есептейміз, және де тұтыну тоғын көре аламыз. Мысал келтіріп кетейін. Мысалы, бірінші жағдайда 6000 оборот шамасында айналып тұрған бензин насосымыз тұтынуы 5-10 ампер арасында болса, ол нормаға жатады. Екінші жағдайда 10000 оборотта айналып тұрған болса, 3-4 ампер тұтынып жатқан болса, ол бізде бакте бензин жоқ. Үшінші жағдай 2,5 оборот шамасында айналып тұрса, 12-13 ампер тұтынып жатқан болса, ток күшін бізде жүйе бітелген болады. Яғни бізде фильтр толған мүмкін, обратный клапан немесе трубкалар бітелген болуы мүмкін. Төртінші жағдайда 4000 оборот шамасында айналып тұрса, 3-4 ампер тұтынып жатқан болса, ол бізде бензин насостың өзі тозуы немесе кернеуі мен массасында проблема болуы мүмкін. Және де бізде білетініміз бойынша, Ом заңы бойынша кернеу мен кедергі бензин насостың қысымына тікелей байланысы бар, қатысты. Яғни бізде мысалы бензин насостың электр сұлбасын көрсетті. Мысалға осы тізбекте кез келген жерде кедергі яғни неден пайда болады? Окисление, тот басу немесе қосымша жалғанған жерлер дұрыс жалғанбай, мысалы реленің сақтандырғыштың контактілерінен болуы мүмкін. Сондықтан кедергі артқан сайын бізде ток күші азаяды. Ток күші азайған соң бізде насостың беру қысымы азаяды. Және де кернеу де соған байланысты, кернеу азайған сайын ток күші азаяды, және қысым ол жағдайда азаяды. Сондықтан біз мысалға мына жерде бір айналу уақытын есептейміз насостың. Яғни ода якорына көп насостардың якоры 8 контактілі болады. Сол 8 контактының арасын өлшейміз бір айналған. Сосын оның жаңа 1 минутта қанша айналатын есептейміз. Мына формула бойынша 60-ты мысалға мына аралық 10 миллисекунд шықса, бізде 6000 оборотты көрсетеді. Сіздерге жаңа қазір осыны осциллографпен қалай өлшеу керек екенін көрсетейін. Сонымен достар, осылай жалғанамыз. Реле арқылы немесе сақтандырғыш арқылы жалғасаңыздар болады. Перемычка қойып, мынандай құрылғы болмаса да, осылай токовый клещені тізбекке жалғаймыз. Және де осциллограф керек болады. Осындай график аламыз. Мен көрсеткендей осындай. Яғни мына жерде көріп тұрғандарымыздай бензин насос қосылған кезде тоқтың мәні артып кетті. 11 ампер. Бұл қалыпты жағдай. Оған мән бермесеңіздер болады, және бірте-бірте түсіп бір қалыпты жағдайға түседі. Қалыпты жағдайдағы тоқтың мәніне мән береміз. Осы жерде орташа қанша тоқты қоректеніп тұрған. Яғни бұл графиктен байқауға болады. Бізде кернеу мен массаның жағдайы жақсы. Яғни кернеу де массада бәрі жақсы. Өйткені мынау бір насосты қозғау үшін кетіп жатқан тоқтың мәні дұрыс болмаса, содан байқау болады. Кернеу мен массасында мәселе бар екен. Қазір сіздерге уақытын есептеуін көрсетейін. Міне қойып алдық. Линейкаларда мына бірдей аралық тауып аламыз. Nereden есептейміз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бугурокты көріп тұрмыз. Бұл якордың контактілері. 8 айттым ғой, 8 контактісі болады көбінесе. 10-дықтар, 12-ліктер де болады, бірақ көбінесе 8 контакты. Осы аралықты есептейміз. Осы аралықта бізде 11 миллисекундты көрсетіп тұр бір айналуын. Және де бізде 1 минутын оборотын табамыз. 60-қа бөлгенде 5000 оборотты көрсетіп тұр. Яғни бензин насостың жағдайы жақсы. Система бітелмеген, бәрі жақсы. Осылай
тексерсеңіздер болады. Бұл тек қана бензин насоста емес, стартерді, генераторды, кез келген осындай обмоткасы бар нәрселерді тексерсеңіздер болады. Жұмысты оңайлатады. Токовый клеща керек болады автоэлектриктерға жұмысын оңайлату үшін. Соның үшін каналға жазып, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар Қазақша контенттегі каналды.